Good day, peoples. How is it going? Қайырлы күн, оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып The Lazy Girl әңгімесін өтетін боламыз. 62-ші бет People's Book кітабы. The Lazy Girl деген бізде ол жалқау қыз деп аударылады қазақ тілінен. Бүгін мен сіздерге әңгімені толықтай оқып, аударып беремін, және де жаттығу орындайсыздар, және де міндетті түрде жаңа сөздерді жаттап жазып алыңыздар. So let's start. Ендеше бастайық, оқушылар. So peoples, look at this first picture. Бірінші суретке назар аударайық, оқушылар. Welcome to your new home. Жаңа үйіңе қош келдің. Яғни бұл жерде анасы, жігіттің анасы айтып жатыр қызға. Жаңа үйіңе қош келдің деп. The next day, келесі күні. I'm going to work now. Bye. Мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Сау болыңдар, дейді жігіт. There is a lot of work to do today. Бүгін жасайтын жұмыс көп, дейді анасы. I don't like housework. It's boring. Мен үй шаруасын ұнатпаймын. Бұл ішпыстырарлық, дейді қыз. Your wife is very lazy. She doesn't do any housework. Сенің әйелің өте жалқау. Ол ешқандай да үй шаруасын жасаған жоқ, дейді анасы баласына шағымданып. I know what to do, mother. Мен не істеу керегін білемін, анашым, дейді. Mother, how many of us work today? Анашым, бүгін неше адам жұмыс жасады? Деп сұрап жатыр жігіт. Only two. Тек қана 2 адам, дейді. So only 2 of us can eat today. Онда ендеше 2 ғана адам тамақ ішеді бүгін, дейді. I'm very hungry. Менің қарным өте аш, деп жатыр қыз. Себебі оған бүгін тамақ берген жоқ. Себебі ол жұмыс жасаған жоқ. So the next morning, келесі күні таңертең. Can I bring water from the well? Қыз айтып жатыр. Мен ана құдықтан су тасысам бола ма, су алып келсем бола ма, дейді. Yes, иә, дейді анасы. I like housework, it's fun. Мен үй шаруасын жақсы көремін, бұл қызықты, дейді қыз. Mother, how many of us work today? Анашым, бүгін неше адам жұмыс жасады, деп сұрап жатыр жігіт. 3 адам, дейді. Okay then, we can all eat today. Жарайды, ендеше бүгін барлығымыз тамақтанамыз, дейді жігіт. Яғни оқушылар, бүгінгі әңгімеден не түсініңіздер? Яғни бұл жерде еңбектің наны тәтті, ешқашан ерінбеу керек. Үйдің шаруасы болсын, басқа да шаруалар болсын, еңбектеніп ерінбей жұмыс жасайтын болсақ, біз өзіміздің еңбегіміздің жемісін көреміз. Яғни өзіміздің адал асымызды ішеміз сол еңбектің арқасында. Сондықтан да ешқашан бұл қыз сияқты ерінбей жұмыс жасап талпынуымыз қажет екен. Okay, peoples, let's learn new words. Оқушылар, ендеше жаңа сөздер үйренейік. Жаңа сөздерді менен кейін қайталаңыздар және де дәптеріңізге жазып алыңыздар. Housework, 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 үй жұмысы. Lazy, 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 жалқау. Hungry, 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 аш. Water, 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 су. Well, 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 құдық. Келесі бізде оқушылар жаттығу. Exercise number 2, read the story and the complete. Екінші жаттығу. Берілген әңгімені оқы және мына сөйлемдерді толықтыр, дейді. Біз әңгімені оқыдық, сол әңгіменің ішіндегі сөйлемдер, яғни бұл жерде сөздер түсіп қалған, жаңа сөздер өттік. Сол сөздерді біз тиісті сөздерді қойып жазуымыз керек, толықтырып. So, бірінші сөйлемді оқиық ендеше оқушылар. Welcome to your new, жаңа, қандай нәрсеге қош келдің, дейді. Үй, яғни бұл жерде біз house деген сөзді жазуымыз қажет. Бізде бұл жерде бастапқы бірінші әріптер жазу тұр, яғни ары қарай біз сөзді толықтыруымыз қажет. So, екінші, I don't like, it's boring. Мен не нәрсені ұнатпайтын, дейтін еді қыз. Яғни housework, үй шаруасын. Келесі, your wife is very. Сенің әйелің өте, қандай еді? Жалқау, яғни lazy. Your wife is very lazy. Келесі, I'm very, мен өте ашпын деген сөз. Яғни бұл жерде hungry. I'm very hungry. Соңғысы бізде оқушылар, can I bring water from the? Мен осы жерден, яғни құдықтан су тасысам бола ма, дейді. Құдық деген бізде ағылшынша well болады.
Can I bring water from the well? Мен құдықтан су тасысам бола ма? So people, that's all today. Thank you for watching my video. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін сіздер The Lazy Girl тақырыбын өттіңіздер әңгімесін, яғни жалқау қыз туралы. Оқушылар, өздеріңіздің дәптерлеріңізге жаңа сөздерді және жаттығуды жазуды ұмытпаңыздар. Әңгімені тағы бір өздеріңіз оқып шығыңыздар. So people, thank you for watching my video. Let's subscribe my channel, like and comment. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. So bye bye peoples.